Alhamdulillahi вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Бүгін Аллахтың көмегімен таухид ілімінің артықшылығы, оның үстемділігі, құрметтілігі, шынайы Аллахты жалғыздаушының қандай үлкен жетістіктерге жететіні туралы қозғайтын боламыз. Ғалымдарымыз айтқандай, шарафул айлм би шарафил маълум, ілімдердің құрметтісі ол құрметтіге апаратын жол, яғни Аллах тағаланы тану қалай маңызды болса, бұл ілімде солай маңызды. Бұл таухид ілімінің артықшылығынан дейді, ол ең бірінші, адамдар мен жындар сол үшін жаралған болатын. Тек қана бір Аллахты жалғыздау үшін. Оған дәлел Раббымыз айтты: «Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық қылудан басқа нәрсеге жаратпадым дейді. Яғни біздің бұл өмірге келуіміздегі ең үлкен, ең маңызды мақсатымыз ол Раббымызға құлшылық қылу, бір өзіне ғана. Екінші бір артықшылығынан дейді, бұл таухид ілімі өзінің ұстанушысына осы өмірде де және ақыретте де аманшылық, тыныштық алып келеді дейді. Оған Раббымыз кітабында айтады: «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулм, улаика лахумул амну ва хум мухтадун» дейді. Әлгі иман келтіріп, сосын имандарын зұлымдықпен араластырмағандар, оларға аманшылық болады, және олар тура жолға салынушылар дейді. Сонда сахабалар таңғалады: «Я Расулалла, я Аллахтың елшісі, біз қалай өз-өзімізге зұлымдық жасамаймыз?» деп. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не дейді? «Лайса зулмул лази тасабуна илей». Ол сендер ойлаған зұлымдық емес дейді. Сендер Лұқман алейхиссаламның баласына айтқан сөзін естімеп пе едіңдер? «Я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим». Я балам, Аллахқа серік қоспа. Расында оған серік қосу ең үлкен зұлымдық. Яғни басқа бір риуаятта иннама хуа ширк, ол Аллахқа серік қосу деп айтқан екен пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Енді кімде-кім иман келтіріп, имандарын ширкпен араластырмағандар, Аллахқа серік қоспағандар, оларға аманшылық болады дейді. Олар біріншіден дүниеде аман болады, Аллахқа серік қосудан және бидағат жасаудан және күнәлардан. Ал екіншіден ақыретте аман болады дейді. Сыраттан, яғни көпірден аман сау өтетін болады дейді. Осындай бір артықшылығын айтады. Үшіншіден дейді, амалдардың қабыл болуы тек қана таухидпен ғана қабыл болады дейді. Аллах Тағала таухидсыз ешқандай амалды қабыл етпейді. Дінсіз адамнан амалын Аллах Тағала қабылдамайды. Оған дәлел Раббымыз айтады: «Уақадимна иля ма амилу мин амалин, фаджаалнаху хабаан мансура» дейді. Ертең біз сондай бір адамдардың амалдарына келеміз де, олардың амалдарын шашылып қалған шаңға айналдырамыз дейді. Құдси хадисте: «Мен оның маған қосқан серігін де, оны да тозаққа тастаймын» дейді. Яғни ол сондай адам, Аллахқа серік қосқан, Раббысына Аллахтың хақысын бермеген сондай адам. Ол адамды Аллах Тағала ол адамнан ешқандай амалды қабыл етпеймін дейді.
Сондықтан біз түсінеміз, ешқандай амал таухидсыз, Аллахты жалғыздаусыз қабыл етілмейді. Айша анамыздан келеді, радиаллаху анха, ол Абдулла ибн Жадахан деген кісі туралы сұрайды. Ол кісі сондай адамдардан болды, көптеген садақалар берді, көптеген жақсылықтар жасады. Ол оның амалын Аллах тағала қабыл ете ме дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады: ол өмірінде бір рет болса да Раббым мені кешір деп айтпады дейді. Одан түсінетін мағына, ол таухид иелерінен, ислам иелерінен болмады дейді. Басқа бір хадисте пайғамбар алейхиссалату вассаламға бір адам келіп: мен ислам қабылдағанға дейін көптеген жақсылықтар жасадым. Ол жақсылықтарымды Аллах тағала қабыл ете ме дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: асламта аля ма салафа мин хайр. Сен исламға келдің, және сенің оның алдыңғы амалдарының барлығы қабыл болады дейді. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға бір қызметші әйел келіп, әкесі туралы сұрайды. Яғни оның жақсы амалдары бар еді, ол қабыл бола ма деп. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам не дейді? Лау кана абуки муслиман латархамна алейх. Егер сенің әкең мұсылман кісі болғанда, біз оған рахымшылық дұғасын тілер едік дейді. Таухид ілімінің төртінші бір артықшылықтарының бірі, ол пендені мақлұқтарға құл болудан алып шығады. Яғни мақлұқтарға бойұсынудан алып шығады. Неге? Себебі Саид ибн Жубайр мен Хаджи ибн Юсуфтың арасында талас тартыста Хаджи ибн Юсуф Саид ибн Жубайрге лаубаддиланнака биддунья наран дейді. Бұл өмірді саған тозақ қыламын дейді. Сонда Саид ибн Жубайр Хаджиға не дейді? Лау алимту анна залика биядик аттахастука илахан дейді. Егер мен ол нәрсені білгенде, мен сені илах қылып алар едім дейді. Яғни ол нәрсе сенің қолында емес деген мағынасы ғой. Аятта айтқанымыздай, Раббымыз «Құл ла юсибуна илля ма катабаллаху лана». Бізге тек қана Аллах тағала жазып қойған нәрседен ғана басқасы болмайды дейді. Жақсылық пен жамандық тек қана Аллахтан екенін біледі таухид иесі. Жақсылық пен жамандық тек оның ғана қолында екені. Сондықтан ол Раббысынан басқа ешкімнен қорқпайды. Келесі бір таухидтың, Аллахты жалғыздау ілімінің артықшылығының бірі, ол өзінің ұстанушысын мәңгілік тозақтан қорғайды. Тозаққа кіретіндер, ғалымдар айтқандай, екі топта болады дейді. Біріншісі дінсіздер, ислам дінінде болмаған, ал екіншісі мұсылмандар, бірақ мұсылмандардың күнәһарлары дейді. Дінсіздер олар мәңгі болады дейді, бүкіл ғалымдардың келісімі бойынша. Ал таухид иесі уақытша ғана болады дейді. Себебі оның таухиды, оны Аллахты жалғыздауы, оны тозақта қалдырмайды дейді. Оған дәлел пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам «Сатафтариқу уммати аля салас ва сабъина фирқа» дейді. Менің үмметім 73 топқа бөлінеді дейді. Оның біреуі ғана жәннатта дейді, қалғандары тозақта дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бұларды да менің үмметім деген сөзі бізге дәлел болады. Себебі
одан шығаратын пайда, пайғамбар алейхиссалату вассалам жаңағыда айтқанымыздай, менің үмметім деген сөзі бізге дәлел болады. Ал дінсіздер, имансыздар, оларды алейхиссалату вассалам менің үмметім деп айтпады. Келесі бір таухид ілімінің Аллахты шынайы жалғыздаудың артықшылығының бірі, ол күнәлардың кешіруіне үлкен бір себеп болады. Себебі Анастан келетін хадисте, радиаллаху анху, Аллах Тағала айтады, құдси хадисте: «Я ибн Адам, я адамның баласы, атайтани би қурабил арди хатая, сен маған жер бетін толтыратын күнәмен келсең, сумма лақитани ла тушрик би шай'a, сосын мені кезіктірсең, маған ешкімді серік қоспай, фаатайтука би қурабиха мағфира, мен саған дәл сондай кешіріммен келемін» дейді. Яғни таухид иесі ода ешқандай қасіретке түсу деген нәрсе болмайды. Ол Аллахтың мейірімінде болады. Және таухид ілімінің тағы да бір таухид ұстанушының артықшылығының бірі, ол Аллах Тағаланың разылығына алып келеді. Себебі Аллах Тағала ең разы болатын нәрсесі ол таухид. Ал ең жек көретін нәрсесі ол ширк, Аллахқа серік қосу. Аллах Тағала өзі айтқандай, инналлаха ла яғфиру ан юшрика бих, Аллах Тағала өзіне серік қосқанды еш кешірмейді. Басқа бір хадисте ең үлкен зұлымдық ол не? Сені Аллах Тағала жарата тұрып, сен оған серік қосуың дейді пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Келесі бір артықшылығының бірі, ол аз нәрсені, таухид ілімі аз амалды көп қылады. Бетуақа деген хадисте келгендей, Аллах Тағаланың алдына бір адамды әкеледі. Ол адамның күнәға толы 99 кітабын періштелер алып келеді. Сонда Аллах Тағала ол адамға: сенде бір жақсылық бар ма дейді. Ол: жоқ, Раббым дейді. Сенде бір үзірім бар ма дейді. Бәлкім менің періштелерім саған зұлымдық қылған шығар дейді. жоқ, Раббым дейді. Сонда Аллах Тағала: бүгін саған ешқандай зұлымдық жоқ, бүгін сен амандықта боласың дейді. Сосын періштелерге амр береді, оған бір конверт, бір парақша қағазымен келеді. Сонда таразының бір жағында жаңағы күнәға толы 99 кітабы тұрса, бір жағына жаңағы парақшаны әкеліп қояды. Сол әкелген кезде, әкелген сәтте: Раббым, мына күнәға толы 99 күнәға толы кітаппен мына бір ғана парақша не болады дейді. Сол кезде Аллах Тағала айтады: бүгін саған ешқандай зұлымдық қылынбайды дейді. Сонда періштелер ол жаңағы парақшаны қояды, сонда ол бір парақша басып кетті дейді. Сонда оның ішінде шахадату ла иляха иллаллах дейді. Яғни ла иляха иллаллах шахадасы, ла иляха иллаллах куәлігі дейді. Таухид ілімінің тағы да бір артықшылығының бірі, ол оны ұстанушыға үлкен бақыт әкеліп, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның шафағатына ие болуға себеп болады. Себебі алейхиссалату вассалам айтқандай: шафаати ли ахлил кабаир мен уммати дейді. Менің шафағатым менің үмметімнен болған үлкен күнәлар иесіне болады дейді. Яғни бұл таухид ілімін ұстанушы, таухид, Аллахты жалғыз ғана бір Аллахты шынайы жалғыздаушы, ол ешқандай қасіретке ұшырамайды. Бәлкім ол қандай да бір жағдаймен тозаққа түсіп қалса да, ол онда мәңгі болмайды. Аллах Тағала оны өзінің Аллахты бірліктегені үшін
Аллахтың бір өзіне құлшылық қылғаны үшін ол онан алып шығады. Тағы да бір таухид ілімінің ерекшелігінің бірі хадисте келгендей ұзақ айтады дейді. Я муахид, я Аллахты жалғыздаушы, сәл шыда, шамалы шыда, сенің нұрың менің отымды сөндіріп барады дейді. Я бауырлар, бұл ілім өте үлкен ілім, таухид ілімі, оны ұстанушы екі дүниеде де бақытқа иеленеді. Аллахты шынайы жалғыздаған құл ол еш қасіретке ұшырамайды. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.